Ақбота Шерханды тастап шетелде кіммен жүр? Шерханмен қарым-қатынасы шиеленіскен Ақбота Дубайға кіммен барды? Шерханның қарындасы Ақботаға не себепті ұрысты? Шерханның анасы Ақботаға неге қоңырау шалды? Бүгінгі видеода Шерхан мен Ақботаның сіз білмейтін былықтары туралы айтатын боламыз. Жаңа қосылайық тележобасының ескі қатысушылары Ақбота мен Шерхан арасындағы кикілжің қыза түсті. Ақбота Шерханды тастап Дубайға кетті. Оның әлеуметтік желілердегі видеоларында біз ер адамның Ботамен бірге жүргенін көреміз. Ол дос қыздармен Дубайда аралап жүр. Және бұл арқылы ол барлық проблемаларды ұмытып, бұрынғы жігітімен қарым-қатынасты қалпына келтіруге тырысады. Желі қолданушыларының айтуынша, Ботаның қасындағы жігіт Дарчик Дархан деп отыр. Желі қолданушылары сіздің қайта қосылғаныңызға қуаныштымыз деп жазып жатыр. Бірақ Ботаның түрін көрсетпей интрига жасап жүрген жігіті Дарчик емес. Дос қыздарының көмегімен пранк жасап жүрген болуы мүмкін. Ботаның шетелге кетуіне себеп болған басты мәселе Шерханның Ботамен қарым-қатынасын үзуі. Ақботаның шетелде екенін білген Шерханның қарындасы Ботаға бірден желі арқылы хабарласады. Не істеп жатсыз? Қайда жүрсіз? Мен Дубайдамын ғой. Әуелі Шерханның туысы Ботаға әзіл мен шындықты араластырып, салмақты сұрақтар қойды. Бірақ Бота Шерханның қарындасының сұрақтарына әзіл ретінде жауап берді. Шашты жай жіберіп, жүре Дубайда қыдырып жүр, әпшем. Орасында қысқа шортыменен өлтіріп тұрып кетсіп, түнде қыдырып жүр дейсің ғой, Ботасының қайын сіңілісі болып қалайын деп тұрмын да, қайнап көсіп өсем, қандай қайнапты болатын едім мен. Қайын сіңілі болып, кішкентай болып тұрмын да. Қайнапке болсам, қандай қайнапке болатын едім деймін да. Шерханның туысы қатты ашуланды. Өкінішке орай мен Шерханның кішімін. Шерханның әпкесі болсам саған ауыр сөздер айтар едім деді. Ол Ботаға қатты ашуланып. Бұл сөздер Ботаға ұнамады. Ал Ақбота бұл әңгімені осы тұста тоқтатуды жөн көрді. Ақбота эфирден кеткен соң жанкүйерлер Шерханның қарындасына көптеген сұрақтар қойды. Анан әлі Ақботаға қарсы ма деген сұраққа Шерханның туысы иә деп жауап берді. Анамыз олардың бірге болуына қарсы деп жауап берді. Ол Ботамен құрдас екенінде айтты. Шерханды әлі үйлендіре алмадық. Шерханға әлі үйленбей жүргенін қалай айтамын деп жылап жіберді. Қалай болғанда да Ақбота шетелде Шерханмен бірге бола алмайтынын сезді. Естеріңізге сала кетейік, Ақбота Шерханды жобадан алып кеткеннен кейін Шерханның оған деген сезімі салқындаған болатын. Ол Ботамен тез ұрысқан соң Альмира ханымның жобаға шақыруын күтіп жүрді.